Ұстаз, шәкірт жанының бақпағы. Әрбір бала жарқыраған шамшырақ. Оны жаға білген ұстаз ғана ұтады демекші. Әр балаға білім беріп, олардың өмірге кірпіш болып қалануына зор үлесін қосатын ол мұғалім. Мен Малдыбаева Бағила Үсеновна, Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Тұрар Рысқұлов атындағы нөмірі 20-шы жалпы орта білім беретін мектебінің информатика пәнінің мұғалімі. Ұстаз ұлы тұлға. Осындай ұлы, қасиетті мамандықтың иесі болып, қызмет атқарып жатқаныма 13 жылдан асты. Менің біліктілік санатым педагог, сарапшы. Мектептің жүрегі мұғалім демекші, ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұсы оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Қазіргі уақытта сабақтың 25% теория және қалған 75% практикадан тұрады. Осы 75%-ді тиімді пайдалансақ, біз білім сапасын арттыра аламыз. Ол үшін сабақ барысында белсенді әдіс тәсілдер мен білім платформаларын жүйелі қолдана білуіміз керек. Мен өз сабақтарымда тиімді әдіс тәсілдерді қолдану арқылы жұптық, топтық жұмыс түрлерін жүргіземін. Оқу мақсаттарына жету жай ғана шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер. Сондықтан да сабақта қарастырылғалы тұрған мәселе жайлы оқушы не біледі, не айта алатындығын анықтаудан бастаймын. Осы кезеңге топтау, түртіп алу, ойлану, жұпта талқылау, болжау сияқты әдістерді қолдану тиімді. Осындай өте жемісті тәсілдердің бірі QR-код. QR-код толықтырылған шынайылық нұсқаларының бірі болып табылады. Мен осы әдіс арқылы тапсырмаларды жүйеге бөліп, оқушының біліміне, қабілетіне байланысты ұсынып отырамын. Сонымен қатар, сабақта қолданылған Plickers, Wordfall, ClassTools платформаларын пайдалану, аз уақыт ішінде толық үй жұмысын тексеруге, сабақтың ұйымдастырушылық, қайталау, жаңа тақырыпты игеру, практикум, қорытындылау кезеңдерінде толығымен қолдануға болады. Дұрыс құрастырылған сабақ оқушының ой өрісін кеңейтеді, өзіне деген сенімін күшейтеді. Осы тұста менің сабақ беретін сыныптарымдағы білім сапасы көтеріліп, өз нәтижесін беруде. Білгеніңді үйрет, білмегеніңді үйрен дегендей, мен өз тәжірибеме сүйене отырып, мектепшілік, аудандық семинарларда баяндамалар, ашық сабақтар өткізу және бұқаралық ақпарат құралдарына жұмыстарымды жариялау арқылы үздік тәжірибелерімді таратып отырамын. Мен өзімнің үздік тәжірибелерім нәтижелігіне тоқталатын болсам, аудандық информатика пәні мұғалімдеріне арналған семинарда, бастауыш сыныптарда, ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәнінің оқытылуы бойынша робот бағдаршам тақырыбында ашық сабақ өткізіп, өз тәжірибемен бөлістім. Аудандық тамыз кеңесінде жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында, информатика сабағында білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау тақырыбында баяндама жасап, өзімнің іс тәжірибемдегі қолданылған бағалау әдістерімен таныстырдым. Қашықтықтан оқыту кезінде, мектепте, қашықтықтан оқытуда акті тиімділігі тақырыбындағы оқу семинарын ұйымдастырып, Classroom, күнделік кезет, электронды журналы арқылы сабақтың жүргізілуін түсіндірдім. Өз әріптестерімен қысқа мерзімді жоспарды жазудағы ерекшеліктері тақырыбында мектепшілік семинарда 8-ші сыныпқа арналған сабақ жоспарымды ұсындым. Үздік тәжірибемді одан әрі дамытып, насихаттауға әрқашан дайынмын.